Көктей пайдасы жоқ. Қошан аға, сізден бір сұрақ бере қараңызшы. Ана Тука айтып жүреді ғой. Иә. Кеудемнен ұстамаңдар, мен ешкім ұстаған жоқ деп. Сол сізге арналған ба, шыныңызды айтыңызшы. Енді ол Алматыда мен ешкім ұстап көрген жоқ. Сіз айтқансыз, сол сөздің авторы сіз ғой, иә? Жоқ, сіз ғой, шыныңызды айтыңызшы. Енді оны жігіттер, Алматыда ешкім мені ұстап көрген жоқ, кеудемнен итерме деген. жоқ, ол ұстаған жоқ қой, действительно ұстаған жоқ қой. Бірақ енді ана жерде қандай образ жасап жатқанын ол актерлер өзі біледі ғой, қатырады олар. Жасайды. Сізден алған дейді ғой, сол образды сізден алған дейді ғой. Мүмкін, олай да болуы мүмкін. Өзіңіз Тукамен кездескен жоқсыз ба? Жоқ, енді інішектер ғой бәрі. Сен сұраған жоқ па сіздің образыңызды? Інішектер ғой. Бірақ енді ол кезде олай, анандай біздің заман басқа еді ғой, 80-ші жылдары. Бізде Алматыда, біз 79 жыл бірінші курс, подкурсқа түсіп оқып жүрген кезде Алматыда мына Кавказ ұлты бар ғой, елер, шешендер, бір түріктер, грузиндер бәрі бірігіп алып, біз кавказдықтармыз деп Алматыда сондай не жасайтын. Ресторандарға барса солар отырады, қайда барсаң да ел жиналатын жерде де солар жүреді. Сонда бәрі сақал қоймаған, ойлаймыз да, үлкен кісі деп. 30-дағы жігіттер екен ғой сонда бәрі. Сіз ол кезде неше жастасыз? Біз сонда әскерден келген кезіміз ғой, 21-деміз. Қылшылдап тұрған. Қылшылда. Әскерден келген, радиотроптан келгенбіз. Анандай бізге әскерде ондай көрмегенбіз ғой біз. Қазақ жігіттер бүкіл полкты дүрілдеткен. Не бір мықты жігіттер болған. Ал енді мына жаққа келсек, какой-то бір балашаға Сақал қойып болған. Сақал қойып болған бәрі. Біз Алматы біздікі дейді. Мен айтамын, шаңыраққа қарасыңдар, шаңыраққа. Бұл қаяқ? Қазақстан ба, жоқ Шешенстан ба, жоқ Грузия ма? Деп. Ұстама, жағымнан ешкім ұстап көрген жоқ деген сөз айттыңыз ғой. Айтасың ғой, жоқ, қой десең болмайды ғой. Сол жаңа жерде қазақтың қыздарына тиіседі олар. Көрдің ба? Біздің жаңа жігіт, ол кездегі жігіттердің бір қасиеті қазақтың қыздарына басқа ұлттың өкілдерін сөйлетпейтін. Автобуста келе жатқанда біреу сөйлесе, шатақ шығатын жаңа жерде. Бітті. Или біздің поколение сондай болды ма? Или сол уақытта жігіттер басына сөз ашылмайтын жігіттер болды ма? Солай болды бәрі. Кез келген жерде, ресторанда барған кезде, Алматы рестораны, Қазақстан рестораны ғой, біз Алматы екі ресторан бар. Үлкен. Басқаларда бар ғой. Бірақ сол екі ресторанда үлкен жиындар көп сөйледі болады. Вот сол кезде ана басқа ұлттың өкілдеріне біздің жігіттер сөз асыру жоқ қой бастан. Ол үйтіге болмайды ғой. Қазақтың қыздарына бір тал шашын жерге өсірді, бітті кетті. Ол небір жігіттер сол үшін отырып та кетті ғой түрмеге. Қазақтың қыздарына тиіскені үшін. Анау бір әңгімеңіз бар еді ғой, жаңағы бір ұрған кезде Жигулидің капотына отырғызып тастайтын. Жоқ, ол еді. Ол әскерден келген кездегі әңгімелер ғой ол. Соны айтыңызшы аға. Оны кейін айтып берейін, асықпай. Кейін асықпай, иә? Иә, асықпай айтып берейін. Неге десең енді ол, біз сол 80-ші жылдарда сельхоз институт оқыған, мына Завет институт болған, екі институт қой енді. Физкультурный болды. Ол үш институттың жігіттері еді Алматыда. Қазақтың жігіттердің ауызбіршілігі мықты болды. Ол анау анда оқып жатыр, мұнда оқып жатыр демейді. Басқа ұлттың өкілдерімен ерегіс басталса бітті. Жинала қаласыздар. Ал енді шешендердің бір жаман қасиеті бар. Сол уақытта мынау газовочтар есті Волглар, Шоқа деген Жигули 06. Солардың астында. Басқада жоқ оларда. Қазақтың жігіттері жаяу жүреді. Қазақ жаяу жүр ғой, бәрі жаяу жүрміз ғой. Алматының көшелерінен алмаға батады. Горниградтан келіп алмаға батады арықтың ішінде. Тіреліп тұрады, сол жуып жеп кете бересің Алматы ішінде. Ал енді ана жігіттер ол астында Жигули, Шоқа машинамен жүреді. Волглармен жүреді. Ал қазақтың жігіттері ананың қасында түк емес. Менсінбейді. Ел біздікі ғой, жер біздікі ғой. Бүкіл атаң Қаракерей, Қабанбай, Бөгенбайдан бері қарай бір адам мойнына... Алматының шетінде Райымбек жатыр дейсіз ғой. Жатыр ғой жерде. Сондай бабаларың жатып, какой-то басқа бір ұлтқа мен былай едім дегізесің ба? Ондай жоқ қой о заманда. Сол жігіттерден сұрасаң мысалы, айтады сол заман жігіттері. Бәрі 100% ондай болмаған шығар енді. Бір 50% солай болды. Бәрі намыс қой. Бәрі басына сөз